Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін күн сәрсенбі, 30 желтоқсан. Шымкент қаласы мал базарына бүгінгі бағалармен танысуға келдік. Каналға тіркелсек, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұның каналдың дамуына үлестеріңізді қосасыздар. Сонымен үйде көптеген адамдардың мал бағаларын біліп отыруға үлестеріңізді қосасыздар. Сонымен бүгінгі видеомызды бастайық. Мына қошқарларды 50-ден деп отыр. 42-ден айтып тұр, саудасы бар дейді. Бар бұл мияқта бар. Мына тоқты, қозы 36-тан деп тұр. Еділбай. Қошқарлар 53 мыңнан. Үш қошқар 52-ден опты. Үш қошқар 100 деп тұр, келісеміз дейді. 65 деп тұр. Семіз қойлар екен. Қошқарларды 53-ке берем дейді. Салтасы бар. 60 мың қалыпты. Ұрғаш. 64 қалыпты. Саулық екен. Мұса. Кім? Зайнинский ешкі. 130 деп тұр. Тоқалы. Боğaz екен, арғысы 70 деп тұр. Ол боğaz емес. Мүйіздісі. Мына сүтті дейді, мына Зайнинский. 130. Бұзаулы сиырды 350-ге алыпты. Алса, ұстамайды. Ұстап, банктен алса, ұстайды. 70 мыңнан алыпты мыналарды. Төртеу. Жаңа төртеуін алдан түсіріп отырмын. 70-тен алған. Бұзаулар. 65 мың деп тұр. Бұзауы 360 қалпынан. Төртеуін 110-нан апты бір жерден. $385 kaptı. 10 litre sütü var eкен. $355'ke alıp durmamız oldu süt. 7-8 litre sütü var eкен. $125 деп тұр өгіз шелер. Ақмасы 250 жұтым қалды. Жасына жетпеген патсос бұзаулар дейді. Таңдама 220-дан берем дейді. $210 мыңнан алды. Патсос дейді. $360 мың қалыпты өгізді. Поқа 450-ге кетті. Семіз екен. Жабағылар 210 мыңнан деп тұр. Саудасы бар. Жабағылар 210 мыңнан. Мына биен 645 мың қалыпты. Семіз. Қолындар 160-тан. Мына 420-ға кетті. Мынаусы 385-ге кетті. Айғарлар.